Қайырлы күн көрермендерім, ауызашар дастархандарыңызға өте дәмді болып шығатын менің жасауымдағы картоп езбесімен осындай гуляштың жасалу жолын көрсететін боламын. Жуып тазаланған картоптарымызды тез пісетіндей етіп осындай бөліктерге бөліп аламыз. Құрметті көрермендерім, видеоны соңына дейін қарап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Туралған картоптарымызды кастрюльге саламыз. Енді пиязымызды жартылай сақиналап кесіп аламыз. Бұл гуляшты барлығыңыз жасау білсеңіздер де, бұл менің жасауымдағы ерекшелігі, яғни картоп езбесінде, пюресінде, себебі пюресі өте жеңіл, яғни воздушный, өте дәмді болып шығады, оны қазір көре жатарсыздар. Бір үлкен сәбізімізді де видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Ендігі кезек етімізді де видеодағыдай көргендеріңіздей соломка қылып, ұзыншалап, яғни турап аламыз. Алдын ала май құйып қыздырылған табамызға еттерімізді салып, жайлап араластырамыз. Каналдың көтерілуіне сіздердің кішкене ғана көмектеріңіз керек. Ол үшін егер де сіз тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген бөлімді басып, және қоңыраушаның үстіне басып, достарыңызбен және басқа да әлеуметтік желілермен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне етіміз өзінің сөлін шығарып, жартылай пісіп жақындады. Етіміздің үстіне туралған пиязымызды қосып, араластырып, яғни қызарғанша қақпағын жауып қоямыз. Міне пиязымыз кішкене сарғайып дайын болды. Енді оның үстінен туралған сәбізімізді салып, тағы да араластырып, қақпағын жабамыз. Алты-жеті минуттай қуырылған сәбізіміздің үстіне ұсақтап туралған сарымсағымызды саламыз. Және тұз, қара бұрышын саламыз, дәміне қарай. Араластырамыз. 1,5 ас қасық томат пастасын салып, тағы да араластырамыз. Томат пастасын 2-3 минут қуырғаннан кейін үстіне салқын су құямыз. Салқын суымыз еттің көлемінен асатындай болу керек. Қақпағын жауып 5 минуттай қайнатамыз. Енді 30 мг суымыздың үстіне, яғни 1,5 немесе 2 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Мен көргендеріңіздей көз мөлшерімен жасадым. Жақсылап араластырып, табадағы, яғни етіміздің үстіне құямыз. Кішкене ұн араластырып қосқан себебім, біздің тұздығымыз, яғни подливамыз, ондай сұйық болмайды, өзінің ерекше дәм беретін, яғни кішкене қоймалжың болып шығады. Міндетті түрде тура осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қақпағын жауып, баяу отта тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Пюремізді дайындауға кірісеміз. Пісіп тұрған картоптың үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз, сары май қосамыз, және сүтімізді ысытып, ысқылтым күйінде қосып, осындай арнайы езгішті көмегімен барлығын езіп шығамыз. Егер осындай картоп езгіш болмаса, үйдегі қарапайым оқтауды жуып алып, сол оқтаудың көмегімен де езіп шықсаңыздар болады. Міне біздің пюреміздің дәмді болуының ерекшелігі осында. Біз езіп алғаннан кейін енді миксерлейміз пюремізді. Әбден осылай жақсылап тұрып миксерлейміз. Қараңыздаршы, түсі де кәдімгідей басқаша әдемі түске еніп жатыр. Көтеріліп, кәдімгідей воздушный, өте дәмді, керемет болып шығады. Біздің картоп езбеміздің ерекшелігі, яғни дәмділігі осында. Міндетті түрде осылай миксермен жасап көріңіздер. Және үйдегі осындай тортқа арналған кондитерский қалташа дейді ғой, осындай қалташаға салсаңыздар болады. Енді ондай қалташа болмаса, кез келген пакетке салсаңыздар болады. Менде үйде осындай насадка бар, капкейкке арналған. Сол насадканы ішіне салып, әдемі форма жасап, тарелкамызға осылай міне орналастырдым.
өзіңіздің фантазияңызға қарай әдемі етіп ұсынсаңыз болады. Енді үстіне тұздығымызды құямыз. Біздің тұздығымыз қоймалжың болып өте керемет болып шықты. Қыздар, келіншектер әр ыстық тағамды дастарханға әдемі етіп ұсыну, дәмді етіп ұсыну, ол барлығы осы өз қолдарыңызда, өздеріңіздің фантазияларыңызды барынша іске қосып, осылай дастарханға өте дәмді етіп ұсынсаңыз болады. Міне біздің гуляшымыз дайын болды. Тіпті ресторандағыдан асып түссе кем болған жоқ. Дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тағы да жаңа рецепттерді күтіңіздер. Көбісі описаниеде жазбаша рецепті таппай жатады. Видеоның астында осындай белгі тұрады. Оны төмен қарай жылжытсаңыз толық рецепті көре аласыз.